Алматыда жер сілкінісінің қайталану қаупі сақталып отыр. Бұл туралы Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Нұрлан Атығаев айтты. Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінде арнайы штаб құрылды. Дәл қазіргі уақытта жер дүмпуінің қайталану қаупі әлі де сақталады. Афтершок. Бүгін қала тұрғындары мен қонақтарын сабыр сақтап жақын орналасқан халықты қабылдау пунктіне баруды сұраймыз, деді Нұрлан Атығаев. 4 наурыздағы жер сілкінісі Алматыда 5 балл, Жетісу облысында 2 балл көлемінде сезілді. Қазақстан сейсмологтары Қытай аумағында 2 рет жер сілкінісін тіркеді. Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмологиялық байқау және зерттеулер ұлттық ғылыми орталығы 5 наурызда Алматы уақыты бойынша сағат 04:44-те жер сілкінісін тіркеді. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 406 шақырым жерде Қытай аумағында орналасқан. Қазақстан аумағында жер сілкінісі сезілмеді. Екінші жерасты дүмпуі 5 наурызда Алматы уақытымен 06:29-да тіркелді. Оның ошағы Қытайдың оңтүстік астанасынан оңтүстік шығысқа қарай 282 шақырым жерде орналасқан. Қазақстан аумағында жер сілкінісі сезілмеді. Айта кетейік, кеше 4 наурыз күні сағат 11:22-де Алматы қаласында жерасты сілкінісі тіркелді. Зілзаланың ошағы Алматыдан оңтүстікке қарай 31 шақырым жерде орналасты. Қала тұрғындары сағат 16:00-ге дейін қоғамдық қабылдау орындарында болды. Мектептер мен колледждердегі сабақтар тоқтатылып, балабақшалар балаларды алып кетуді талап етті.